Barchаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен өте керемет бір жасағаннан шығатын бауырсақтар дайындайтын боламыз. Қажетті заттарды экранның бетіне жазып қалдырам. Құрғақ таза ыдысымызға сүтімізді қоямыз, қант саламыз, ашытқы саламыз, араластырып 10 минутқа бетін жауып тындырып қоямыз. Үстінен тұз саламыз, қаймақ немесе майонез қосып, қолға жабыспайтын жұмсақ қамыр елейміз. Дайын қамырымыздың бетіне май жағамыз. Қамырдың бетін пакетпен жауып 1-2 сағатқа тындырып қоямыз. Дайын болған қамырымызды 2 бөлікке бөлеміз. Bir santimetr көлемінде тым қатты жұқа қылмай, дөңгелек шариктер кесіп аламыз. Қызып тұрған майымызды 2 бет қызарғанша пісіріп аламыз. Біздің жұмсақ бауырсақтарымыз дайын. Жасап көріңіздер, барлықтарыңыздан шығады деген сенімдемін. Ас болсын. Каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.